Ассаламу алейкум, ағайындар, бауырлар, ханымдар мен мырзалар. Менің есімім Утепберген Аманқос. Яғни қазіргі таңда бірінші топ мүгедекпін. ХПН 5 стадия деген аурумен 4 жыл бойы ауырып келем. Сонан 2 почкам отказ беріп, осы гемодиализ деген аппаратын алып келем. Сонда 2018 жылы октябрь айында түсем. Содан жүріп келіп ауырып, гемодиализден көнбеген ауырып, общем кіші дәрет шықпайды, давление көтеріледі, 180-190-ға дейін барып. Қазіргі уақытта осы Мэрин Хиллс групптың мынандай өнімдерін алдым. Мына алмастан бұрын өзімнің выпискамды мына іштегі Мэрин Хиллс групптың врачтарына көрсетіп, осы өнімді маған берді. Амин ваны берген жоқ, бірінші Вастера мен Витамарин ваны берді. Осында ішкенінде басында ай жарым іштім. Ішіп жатырғанда осы 1-2 аптада ішінде приступ берді. Белден төмен приступ беріп, белден төмен терлеп, қызып, 45 минуттай ма, даже сағаттай ұстады приступ. Бірақ ішім сезіп отырғанын білдім, осының белімді өтегенді қозғаған болатын болар деп ойладым, қозғап отқан болар деп. Осы компанияға келгенге еш өкінбейтін болдым. Себебі мына өнімдердің өзі маған результат көрсетті. Жақсы результат көрсетті. Бұрын гемодиализге 5 кило жарым, 6 кило алып баратынмын. Кіші дәрет шықпайды. Осыны ішкеннен бері бастап, бірінші 2 өнімді ішкеннен кейін бастап приступ соқты. Соққаннан кейін мына екеуі ішкеннен кейін давлением төмен түсіп, Застера мен Каратен ішкеннен кейін почкам аптасына күнге 3 рет кіші дәретке баратын болдым. Қазір бір рет шыққан дәретімнен 200-400 граммнан жоғары дәрет шығатын болды. Өткен 2 күн демалғанның өзінде, гемодиализден 2 күн демалғанның өзінде 2,8-2,5 алып баратын болдым. Күнге кило 800 сондай алып баратын болдым. Бұл енді жақсы көрсеткіш, енді